Сәлем достар, плюс бәріне керек арнасына қош келдіңіз. Қант диабетінің қандай түрлері бар екенін сіз білесіз бе? Білгіңіз келсе видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Қант диабеті өте күрделі және қатерлі ауру. Оның шамалы белгілері байқалғанда алаңдау керек. Бұл ауруға қанттың қандағы деңгейі көтерілуі, оның зәрде болуы тән. Ауру нәтижесінде асқазан асты безі шығаратын гормон инсулиннің аздығы туындап, ақырында зат алмасудың бұзылуына алып келеді. Қант диабеті жас жағынан ауруы, онымен дүниедегі халықтардың барлық топтары қамтылған. Дүние жүзінде 180 миллионнан астам адам қант диабетімен ауырады. 2030 жылға қарай бұл сан 2 еседен асып кетер қаупі бар. Қант диабетінің 2 түрі бар. Инсулинге тәуелді қант диабетінің бірінші түрі негізінен жас адамдарды зақымдайды. Оның себебі иммунитеттің төмендеуі немесе вирустық жұқпалы аурудың салдарынан асқазан асты безі жасушаларының өлімі. Ағза бұл жағдайда өздігінен инсулин түзуге қабілетсіз. Инсулинге тәуелсіз қант диабетінің екінші түрі аурулардың бұл түрінде инсулин асқазан асты безімен керек деңгейде шығарылмай, асқындырылып шығарылады. Бірақ ағзадағы жасушалар оған сезімталдығын жоғалтқандықтан қабылдай алмайды. Диабеттің екінші түрі семіздікпен қиналатын жасы 40-тан асқан адамдардың арқасындағы тұқым қуалаушы ауру. Қант диабетінің екінші түрі де ауру адамның ағзасында капиллярлар мен тамырларды зақымдап, салмақты өзгерістерді тудырады. Ауру процесінің нәтижесінде түрлі мүшелердің қан айналымы бұзылып, олар әдеттегі қалыпты қызметін жоғалтады. Диабеттің таралған зардабы шел, яғни катаракта, көз қарашығының бұзылуы мен соқырлыққа сүйрейді. Жиі қант диабеті ұзақ сақталатын бүйрек жеткіліксіздігін де тудырады. Мол қанттың қол-аяқ тамырларына әсері диабет трофикалық жаралар түзуі мен өкшенің шіруіне әкеліп соғады. Қант диабеті сирек емес жағдайда ерлердің импотенциясының себебі. Сондай-ақ бауырда ауру адамның ағзасындағы өзгерістерге майлы дистрофия мен циррозда болатын жауап қайтарады. Қант диабетімен ауыратындар иммунитет төмендеуінен зардап шегеді және түрлі жұқпалы ауруларға шалдығады. Аурудың негізгі белгілері мен сипаты қандай? Ағзаның шөлдеп кебуіне алып келетін жиі зәр шығару мен әр уақытта шөлдеу сезімінің болуы. Әрқашан аштық сезіміне қарамастан салмақты тез жоғалту. Қанттың қандағы жоғары құрамының болуы, шаршағандық немесе әлсіздіктің сезінуі, көрінудің қиыншылығы, көз алдындағы ақтаңбаның болуы, жыныстық белсенділік қиыншылықтарының болуы, үйіп қалу немесе үйіп қалған жерлерде шаншуы, аяқта ауырлық сезіну, бас айналу, жұқпалы аурулардың баяу емделуі, жаралардың баяу жазылуы, дене температурасының орташа деңгейде төмендеуі, көрудің нашарлауы, тез шаршаушылық, аяқ бұлшықеттерінің тартылып қалуы. Бір қатар жағдайда қант диабеті өзін бір уақытта білдіртеді. Диабеттің сипаттамалары әртүрлі. Бірінші және екінші түрдегі диабеттерде кейде ешқандай белгілері байқалмай, диабетті мысал көз дәрігеріне көз түбін көру кезінде қарап анықтайды. Бірақ екі түрдегі қант диабетіне сай белгілердің кешені бар. Белгілердің білінуі инсулиннің секрециясының төмендеу деңгейіне, ауру адамның жеке бас ерекшеліктеріне және ауру ұзақтығына тәуелді. Қант диабетінің бірінші түрінің басталуына өзін сезінудің тез нашарлауы және көбірек білінетін ағзаның кеуі белгілерінің байқалуы жатады. Ондай науқас адамдар инсулиннің тез тағайындалуына байланысты. Сәйкес емдеусіз барлық зат алмасу түрлерінің бұзылуы өмірге қауіп төндіретін жағдай диабетикалық комаға алып келеді. Оған себеп болатын қандағы инсулиннің жетіспеушілігі,
глюкозаның жасуша ішіне енуінің қиындығы және энергия жетіспеушілігі ағза май деполарындағы энергияны қолдана бастайды. Бұл процесс тым интенсивті жүректен майдың біршама бөлігін қанға өтеді. Олардың кейбір бөлігі бауырдан өтіп кетон денелеріне айналады. Қанға түскенде ағзаға токсикалық әрекет жасайды. Жедел емдеуді қажет ететін ауыр жағдай дамиды. Аурудың диагнозын құптау үшін тек қант диабетіне тән сипаттар мен белгілердің байқалуына сүйенуге болмайды. Қанның құрамындағы қанттың кем дегенде 2 реттік тексеріс қорытындысы қажет. Егер ауру адамның қанының зертханалық зерттеулері аурудың белгілерімен расталса, онда диабетпен ауыратын адам жедел емделуге мұқтаж. Диабет сынды аурумен күресте науқас адамның белсенді қатынасы қажет. Қант диабеті қатерлі ауру, онымен науқас адамға өмір сүруге үйрену керек. Өзіңізді тыңдап көріңіз. Қант диабетінің белгілері мен сипаты байқалса, сіздің ағзаңыз әр уақытта емдеу мен көмекке мұқтаж екендігін ойлаңыз. Қант диабетінен қалай емделуге болады? Сол жайлы келесі видео шығарылымда айтылатын болады. Арнамнан алыстамау үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Денсаулық зор байлық. Плюс бәріне керек арнасы сіздермен бірге. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін.